Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом гүлдерді қалай стресске қатты ұшыратпай пересадка жасау керек және ол үшін не істеу керек, қандай препаратты пайдалану керектігі туралы айтамын. Каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Үй гүлдерін көбінше көктем айларында пересадка жасап, топырағын ауыстырып, горшогын ауыстырып, егерде көбейткілеріңіз келсе, көктем айында көбейткен өте қолайлы. Себебі тамыр ашуға да, жаңағы горшогы тарылып қалса, горшогын кеңейтуге де өте қолайлы уақыт көктем. Себебі көктемде жақсы өседі, жақсы тамырлайды және қатты стресске ұшырамайды. Егерде сіздер гүлдеріңіз ауырып тұрса, амал жоқ, қыстың күні болсын, қандай уақыт болсын, пересадка жасап, тамырын тазалап, қайтадан жақсылап отырғызуға тура келеді. Себебі гүлді құтқарып қалуымыз керек. Ал егерде жағдайы жақсы болатын болса, тамыры қысылып, горшоктың астынан тамыр шығып кеткен жағдай болса, ондай кезде көктемді күтіп, көктемге қарай пересадка жасағандарыңыз дұрыс болады. Әсіресе пересадка жасаған кезде үлкен гүлдер көбірек стресс алады және жас жаңадан жаңағы отростка ретінде өсіріп келатқан гүлдер онша көп стресс алмайды. Себебі олар әлі жас, кішкентай, тез оңалып кетеді. Ал үлкен гүлдеріміз, көп жылдық үлкен гүлдеріміз уже жапырақтарын тастап, не болмаса иіліп, солып, біразға шейін өзіне өзі келе алмай тұрады. Себебі пересадка жасаған кезде тамыр ашылады, тамырда біраз нәрселерді тазалаймыз. Даже ескі топырақты кейбіреулер алып, тазалап алып тастайды. Сондай кездерде үлкен гүлдер қатты стресс алады. Ол стресс алған кезде біз не жасаймыз? Алдымен сол гүліміз стресс алмас үшін бірінші гүлді тамырын ашпас бұрын, ешқандай пересадка жасамас бұрын эпин деген препарат бар. Эпинді өзінің сыртында қаншаға қанша араластыратын бәрі жазылып тұрады. 1 литр суға жаңағы жапырағына, топырағына құю үшін 1 литр суға қанша капля араластырасыз, соның бәрін дұрыстап, жақсылап араластырып аласыз. Сыртынан барлық инструкция жазылып тұрады. Соны араластырып болғаннан кейін гүлге шашып аласыз. Пересадка жасаймын деген примерно мен осы гүлді бүгін ертең пересадка жасаймын десеңіз, сол гүлге жақсылап жапырағына шашып, сол эпинді тамырына құясыз, суғарып аласыз, былайша айтқанда. Алдымен суғарып аласыз, содан кейін үстінен эпин құйып шығасыз. Содан кейін ертеңіне бүкіл топырағын, горшогын, барлық жағдайын жасап, керек затыңыздың бәрін дайындап аласыз. Содан кейін жаңағы гүлді пересадка жасайсыз. Ол кезде сіздің гүліңіз жақсы, стрессті жақсы көтереді және қатты стресс алмайды гүлдер. Барлық гүлге жасасаңыз болады бұны. Эпинді мысалы мына гүлге шашу керек, мына гүлге шашпау керек деген жоқ. Даже даладағы, огородтағы өсімдіктерге де шашуға болады. Ауырып тұрған гүлдерге де шашуға болады. Орнын ауыстырған кезде гүлдер стресс алады ғой, сондай кезде де осы эпинді алып шашсаңыздар болады. Противострессный препарат болғандықтан гүлдің сол жерге, сол топыраққа орнын ауыстырған кезде басқа бөлменің аурасына, ауа райына өзінің жаңағы қалыптасуына өте жақсы көмектеседі. Стресстен оңай шығуға көмектеседі, былайша айтқанда. Эпинді жалғыз бұл пересадка жасағаннан кейін де, пересадка жасағанға дейін де шашып пайдаланғаннан басқа да, мысалы гүлдерді дәннен көбейтетін болсаңыз, не болмаса далада огурцы, не болмаса помидор, басқа да заттарды егетін болсаңыз, сол дәндерін осы эпинге салып 8 сағатқа жібітіп алып, ексеңіз, ұрығыңыз ешқандай стресске түспей, жақсы тамырлайтын болады және жоғары қарай жақсы жасыл өскін беретін болады. Бір қасиеті сол. Алдын ала жаңағы осы эпинге барлық дәндеріңізді 8 сағат, не болмаса 6 сағатқа жібітіп алуға болады.
эпен бұл бүкіл өсімдіктерді стресстен шығаратын препарат болғандықтан үй гүлдеріне де, даладағы гүлдерге де, не болмаса жаңағы огородтағы, бау-бақшадағы бүкіл өсімдік жемістеріңізге жарайды. Барлығына жарай береді. Бірақ жаңағы ішіндегі сұйықтықты ампулада келеді. Сол сұйықтықты шприцке тартып аласыздар. Дәл сол шприцтің инесіменен 1 литрге 10 тамшы деп тамызып аласыздар. Үй гүлдеріне арналған нені айтып жатырмын мен. Даладағыларға өзінің каплясы бар тамызатын. Және жаңағы дәнді дақылдарды жібітеді деп айттым ғой. Соған да өзінің каплясы бар. 2 капляны пәлен миллиграмм суға тамызасың деген өзінің дозасы бар. Барлығы сыртында жазылып тұрады. Шприцте қақпағын жауып, салқын жерге қойып сақтасаңыздар болады препаратты. Бұл препаратты жаңағы полный гүлді пересадка жасап болғаннан кейін бірден тамырына құймайсыз, бірақ жапырағына шашып шығуға болады. Себебі жапырақтарына шірімейді ғой. Ал егерде сіздер препаратты тамырды тазалап, онша-мұнша үзілген жерлер бар болса, бірден су ретінде жаңағы тамырына құятын болсаңыздар, тамыр шіріп кетуі мүмкін. 1 күннен кейін барып осы препаратты пайдалансаңыз болады. Гүліңіз жақсы стресстен шығып, ары қарай өсуін жалғастыратын болады. Дәл осы инструкцияны үй гүлдеріне пайдалануға болады. Мысалы, сіздер магазиннен гүл алып келесіздер, ол үйге келген екен, стресс алады. Сол кезде де дәл осы препаратты сол гүл алған жерден алып, үйге әкеліп, дәл осыны жасап, жапырағына шашсаңыздар болады. Негізі үй гүлдерінде әртүрлі нелері бар. Мысалы, қатты стресске ұшырағыш гүлдер болады, қатты стресске ұшырамайтын гүлдер болады. Орын ауыстырғаннан, не болмаса бір жерден бір жерге апарғаннан қатты стресске ұшырайтын гүлдер жапырақтарын тастап, бірден өзінің несін сигналын береді. Әсіресе гүлдеп тұрған гүлдерде сондай болады. Себебі сіз магазиннен аласыз, ояқта әдемі болып жайқалып гүлдеп тұрады. Салқын ояқ, өзінің влажності жеткілікті олардың. Ал сіз үйге келгеннен кейін, сіздің үйіңіз ыстық болса, не болмаса ауасы құрғақ болса, дереу олар стресс алады. Сондай кезде осындай препараттарды пайдаланып, жаңағы гүліңізді сақтап қалсаңыз болады. Себебі көп ханымдар айтады маған, осындай гүл алып едім, гүл ашып тұрған еді. Енді біздің үйге келгеннен кейін гүлі түсіп қалды, ал кейбір бутондары дұрыс ашпай жатыр дейді. Сол стресс алып қалады да, гүл сөйтеді да, бутонын ашпайды. Мысалы, жаңадан жапырақ ашып келе жатса, ол гүл стресс алса, вот сол жапырақты да до конца дұрыс аша алмай қалады да. Себебі стресске түседі. Сол үшін сол жапырағын до конца ашып, гүлін, бутондарын жақсы до конца ашу үшін сіздің үйіңізде ақыры үйдің ішінде гүлдерге жаңа көңіл бөліп, гүл егуге бекінсеңіз, осы препаратты алып, жаңағы инструкцияменен жақсылап араластырып, гүліңізге берсеңіз болады, жапырағына шашсаңыз да болады. Бірақ топыраққа құю үшін алдын ала гүлді жақсылап суғарып алу керек. Содан кейін жарты сағат, 1 сағаттан кейін барып, осы эпенді инструкциямен дайындап алып, араластырып құйсаңыз болады топырағына. Бірақ нормадан артық құймаңыздар. Мысалы, горшоктың көлеміне қарап құю керек. Инструкциясында ол да жазылған. Егер горшок үлкен болса, пәлен грамм құясың, егер горшок кішкентай болса, осынша грамм құясың деген өзінің нормасы бар. Шылқылдатып көп құйып жіберуге болмайды. Ал енді эпенді қандай кезде, қашан беру керек, қашан шашу керек? Азанда ерте берсеңіздер болады. Күн шықпай тұрып, сол кезде шашып гүлді шомылдырып алсаңыздар болады. Одан кейін бірден күннің астына қоюға болмайды. Эпенді шашқаннан кейін терезенің алдына қоюға болмайды. Және обед уақытысында күн шақ жиып терезеден түсіп тұрған кезде эпенді пайдалануға болмайды. Болмаса, күн батқаннан кейін, кешке қарай сол терезеден күн кеткеннен кейін, 5-6-дан кейін осы препаратты жасап, тамырына да құйып, жапырағына да шашып пайдалансаңыздар болады. Күн ыстық кезде, терезеден күн түсіп тұрған кезде
гүлдің жапырағына зиянын тигізуі мүмкін. Сол себептен күннің көзі кеткеннен кейін ғана пайдалануға болады. Ләж болса, гүлді таңдаған кезде қатты стресске ұшырамайтын және көп жылдық гүл таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Егер де сіздер түсінбесеңіздер, комментарияда менен сұраңыздар, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің видеоларым сіздерге ескерту болып барып тұратын болады. Сол кезде өткізбей көретін боласыздар. Көптеген ханымдар менен сұрайды, осындай пересадка жасап ем, 2 аптадан кейін гүлім халі нашарлап кетті деп. Осындай препараттарды алып қойыңыздар. Сол кезде сіздердің де гүлдеріңіз жақсы болып жайқалып өсетін болады. Стресстен оңай шығатын болады.